атамыздың 15-ші қара сөзінде ақылды адам мен ақылсыз адамның парқын айтып көрейін дейді екен. Адам болып дүние есігін ашқаннан кейін бір нәрсеге қызықпай тұра алмайды. Дүниеде қызықты нәрселер өте көп. Осы қызықтарды ақылды адамға ұсынған кезде ол тек қана орынды, баянды, дұрыс іске ғана қызығып, соның нәтижесін іздейді дейді. Ал ақылсыз адам не болса соған қызығып, баянсыз нәрселерге қызығып, өмірін итқорлықпен, арзан күлкімен өткізеді дейді. Сондықтан есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнде бір мәрте, жұмасында бір рет, ең болмаса айында бір рет өзіңмен өзің есеп ал дейді.